тамақтың сорпасына салған кезде мүлдем езілмей түсетін универсальный қамырдың рецептімен бөлсем қыздар, әрі оны қалай жайлау керек екенін, қалай морозилькте сақтау керек екенін көрсетемін. Ол үшін ең алдымен қамырдың өзін дайындап аламыз қыздар. Жұмыртқа, тұз, су араластырып алыңыздар. Ұнымызды аз-азын салып отырып, орташа қаттылықта қамыр илейміз қыздар. Қамырды 1 сағатқа қойып қоясыздар. 1 сағаттан кейін осылай 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігін осы видеодағыдай етіп сағат тілімен айналдырып отырасыздар қыздар. Оқтауға іліккеннен кейін осы оқтаумен жаямыз. Ортасын мүлде баспаңыздар. Сосын қамырға салмақ түсірмейміз қыздар. Салмақ түсірсеңіздер бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалады. Қамыр өзі жұмсақ, эластичный қамыр қыздар. Сәл бассаңыздар өзінен өзі жайыла береді. Осылай жайып аласыздар. Қамыр күшті ғой қыздар, вообще суда езілмейді. Осылай жайып алғаннан кейін морозилькте сақтау түрін көрсетемін қыздар. Базарда арнайы өзінің салафандары болады. Сосын арнайы салафан сатып алсаңыздар болады. Сөйтіп видеодағыдай етіп жайып аласыздар салафанды, сосын қамырдың өзін қойып, жақсылап орап алыңыздар. Орап болғаннан кейін морозильникке 1 айға шейін сақтауға болады. Ас болсын қыздар.